Якын инкар Қазақстанда тыйым салынған деструктивті діни ағым. Бұл ұйым ислам атын жамылып қоғамда бүлік шығару, мемлекетке қарсы идеялар тарату, дәстүрлі құндылықтарды жоққа шығару сияқты әрекеттермен айналысқан. Мемлекет пен заңды жоққа шығарады. Ұйым өкілдері мемлекеттің заңдарын, оның институттарын, тіпті төлқұжат, туралы куәлік сияқты құжаттарды ширк деп есептейді. Олар тек Алланың заңы бар деп, зайырлы жүйені толықтай терістейді. Қоғамнан оқшауланады. Бұл топ мүшелері өздерін қоғамнан бөлек ұстауға тырысады. Мектеп, жұмыс, медицина сияқты салаларды қабылдамай, балаларын мектепке бермей қоюы мүмкін. Дәстүр мен мәдениетті терістейді. Қазақтың салт дәстүрлерін, ата-баба жолын дінге жат деп санап, ұлттық болмыстан алыстайды. Олар таухидты, Алланы бірлеуді, өз көзқарастарына сай түсініп, басқаларды ширкке түсті деп айыптай береді. Бұл дәстүрлі ислам іліміне қарсы. Бұл ағымның идеологиясы қоғамды бөлшектеуге, халық арасында сенімсіздік тудыруға және билікке қарсы наразылықты өршітуге бағытталған. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, Якын инкар ұйымы 2018 жылы Қазақстанда экстремистік деп танылып, оның қызметіне тыйым салынған. Бұл ағымның насихатына қатысқандар немесе оның идеологиясын таратқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады.